Өте үлкен, бірақ халық сирек қоныстаған мемлекет. Шикізаттық экономика, қырғын мигранттар. Қытайға өте тәуелді. Мен Қазақстан туралы айтып тұрған сияқтымын. Бірақ жоқ. 1992 жылдан бастап бұл елдің экономикасы 28 жыл бойы үздіксіз дамып келеді. Халқының саны 1,5 есеге дейін, ал адамдардың табысы 3 есеге дейін артқан. Мұндай ғажайыптар қай жерде орын алады? Әрине Австралияда. Ең алдымен, Австралия қандай мемлекет? Бұл өте алып континент. Оның аумағын Америка Құрама Штаттарының аумағымен салыстыруға болады. Тек жер аумағы. Себебі Австралияда Америкаға қарағанда 13 есе аз халық тұрады. 26 миллион австралиялық болса, 330 миллион американдық бар. Енді ойланыңыз, Австралия халқы ең сирек қоныстаған өлке. Орташа 1 шаршы шақырымға 3 адам. Тіпті Қазақстанда халық 2 есеге тығызырақ орналасқан. Тағы Австралияны Қазақстанмен қалай салыстыруға болады? Бұл ел қалай пайда табады? Ол өзінің табиғи ресурстарын сатады. Жасыл континенттен экспортталатын өнімнің 65%-ын кен, алтын, көмір, газ, алюминий және аздаған мұнай құрайды. Бізге қарағанда австралиялықтар өзінің білімін, сервисін, туризмін сатуды үйренді. Австралиядан үйренетін жеріміз көп ақ екен. Бірақ мәселе басқа жерде. Қалай мемлекет соңғы 30 жылда тек Қытайды шикізатпен қамтамасыз етіп, оның шикізаттықшылауына айналмай, экономикасы үздіксіз дамып, тарихи рекорд орнатқанында. Егер қысқаша жауап беретін болсақ, австралиялықтар велосипедті қайтадан ойлап таппады. Олар Дубай мен Қытай, Жапония мен Сингапур сияқты бір кезде сыртқы әлемге есігін айқара ашты. Бұл нені білдіреді? Егер білетін болсаңыздар, алғашқы кездері Дубайда да ештеңе болған жоқ. Е мұнай, е инфрақұрылым, е туризм. Бірақ олардың географиялық орнын ұтымды пайдаланып, ұзақты көретін басшысы болды. Ол ақшасы көп шетел инвесторларын елге тартып, кедей мемлекетті алдыңғы қатары елді. 80-ші жылдары Қытайда да осыған ұқсас оқиға болды. Мемлекет кедей, миллиондаған біліксіз жастар. Осының барлығы жаңа басшы келгенде түзелді. Ол ел экономикасын шетел инвесторларына ашты. Арзан жұмыс күші мен қомақты пайда тапқысы келгендер Қытай экономикасына ақшаларын аямай қойды. Бұл жетістіктің барлығы кездейсоқ емес. Себебі кез келген мемлекет өзге мемлекеттің жетістіктерін талдап, ең жақсысын өзіне алады. Мысалы, Қытайлық көшбасшы Дэн Сяопин 78 жылы үлкен реформалар жасау қарсаңында Сингапурға арнайы барып, қалай кішкентай көршілері технологиялық және табысты экономиканы қандай жолмен құрғандығын егжей-тегжейлі зерттейді. Шейх Рашид ибн Саид Дубайда реформа жасамас бұрын 58 жылы Еуропаны аралап, британдық министрлермен кеңеседі. 2000 жылдары қытайлықтар Жапонияның жетістіктері мен аларса қалай тап болғанын түсіну үшін Токиоға ағылады. Ал енді Австралияға оралсақ, 70 жылдары елдегі жағдай тура Безумный Макс фильміндегідей болды. Кедейлікпен дамымай артта қалған. Мұның себебі мемлекет бір нәрсені дұрыс жасамады. Жергілікті кәсіпкерлер шетел инвесторларына бәсекелестіктен жеңіліп қалмас үшін тек отандық кәсіпкерлерді қолдай берді. Бұл шетел инвесторларына тиімсіз болды. Сондықтан елге ақша құюға аса ынтасы болмады. Кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін, бұл австралиялық кәсіпкерлер үшін жақсы емес пе? Мемлекет қолдап тұр, нарық бос, алла жасай бер. Бірақ үздіксіз қолдаудан жергілікті кәсіпкерлер гүлденіп өркендеді деп ойлайсыздар ма? Жоқ, олай емес. Керісінше бәсекелестік аз, өндірістер қысқарып, жұмысшылардың еңбек өнімділігі төмендеп, нәтижесінде елде ондаған жылдар бойы дағдарыс болады. Осы жерде Қытай нақыл еске түседі. Адамға балық берсең бір күн тоқ жүреді, ал қармақ берсең өмір бойы тоқ жүреді. Қысқасы Австралия балықты тартып алып, оның орнына қармақ таратады. Ол қалай? Елдің емін-еркін сауда жасауына тосқауыл жасап тұрған барлық кедергілерден арылып, жергілікті кәсіпкерлерді қолдауын тоқтатып, австралиялық долларды еркін айналымға жібереді. Бұл бірінші өте маңызды қадам болды. Себебі мемлекет біз ашықпыз, бізге келіңдер, барлығы әділ болады, ешкімді алдамаймыз дегенді көрсетті. Осы жағдайдан кейін шетел инвесторлары бірте-бірте елге ақша құя бастады. Басында айтып өткенімдей, елдің әл-ауқаты көтеріліп, халқының саны 17 миллионнан 26 миллионға бірақ өсті. Соңғы 30 жылдың ішінде елдегі өндірістің жартысына жуығы шетел инвесторларына тиесілі. Тағы жергілікті компаниялардың акцияларының 70% да солардың қолында, және жақын арада елден кететін әзірге ойлары жоқ. Қалай Австралия жаһандану процесінің қолына өз еркімен қосылуға шешім жасады? Тереңірек түсіну үшін Сингапурдың даму экономикасынан өтейік. Біле білсеңіздер, 20 ғасырдың басында да бұл елде экономикалық ғажайып орын алады. Билік басына жас дана басшы Ли Куан Ю келіп, елдегі дендеп кеткен жемқорлықты жойып, ақшасы көп бай шетел инвесторларын елге тарту үшін оларға қолайлы жағдай жасауды ойластырды. Бір кездері барлық әлем Сингапур экономикасына таңдай қағып тұрған сәтте, ол байқаусызда орынсыз сөз айтты. Австралия қолынан түк келмейтін біліксіз ақ нәсілді еуропалық қашқындардан құралған ел. Олардікі экономика емес,
Азияның ақ нәсілді қоқысынан жиналған тобыр. Бұл сөзге австралиялықтар қатты ренжіді. Олар Сингапурмен көрші деуге болады, бірақ шабуыл жасауға бармады. Керісінше Ли Куан Ю жасаған реформаларды махаббатпен өз елінде қайталады. Ли Куан Ю өзінің ұлы Сингапур реформасын енді жасап, шетел инвесторларын елге тартып жатқан кезде Мерседес компаниясының қаржы директоры арасында мынандай әңгіме орын алады. Құрметті Мерседес, сіздер өте тәжірибелі компаниясыздар. Бізге жол көрсетіңіздер. Біздің елде де өзіміздің көлік құрастыратын компаниямыз бар. Сатылымы нашар, жұмысы дұрыс жүрмей тұр. Бірақ біз оған сенеміз. Айтыңыздаршы, оның дамуы үшін мемлекет тарапынан тағы қанша қолдай? Мерседес дұрыс жауап берудің орнына келемеж деп, әрқашан деп жауап береді. Ал Ли Куан Ю не істейді? Мемлекет тарапынан болатын қолдауды доғарып, компанияның банкрот болуына жол береді. Өздеріңіз байқап отырғандай, Австралияда Сингапур сияқты әбден зерттелген сүрлеумен жүру таңдады. Ең жақсысы өзі дамып жетіледі, ал бәсекелестікке төтеп бере алмайтынның барлығы Папуаға кетеді, яғни Жаңа Гвинеяға. Айтпақшы, австралиялықтар заңсыз мигранттардың барлығын аяусыз түрде Жаңа Гвинеяға жібереді. Таң қаларлығы, Австралияның өзі негізінен мигранттардан құралған. Елде 500-ден астам түрлі ұлт өкілдері тұрады, ал байырғы халық небәрі 2% ғана құрайды. Бұл жерде экономиканың дамуына алып келетін екінші қадам жасырылған. Іріктеп қолынан іс келетін білікті мигранттарды ғана шақырту. Дегенмен Австралия басында ешқандай мамандардан емес, сол қашқындар мен тұтталғандардан құралды. Енді қараң, Британ империясы жердің қиырында орналасқан бұл өлкелерді иемденгендіктен осы жерлерге сотталғандарды жібереді. Алғашында Америкаға жіберген, кейін ол тәуелсіздік алған соң Австралияға жіберуге мәжбүр болды. Негізінде Австралия жағалауларына бас кеселерді емес, оларды дереу тарқасады. Қайта елге оралып, билікке араласып, елдің ішінде лаң салатын саяси тұтқындарды жіберді. Тағы қоғамға зиян тигізетін ұсақ қылмыскерлерді. Әлбетте қылмыскер өз жазасын өтеп болған соң, елде тұрғылықты тұрғын болып қалу мәртебесін алады. Ұшақ ұшпайды, елге жүзіп қай уақытта жететінің белгісіз. Дұрысы осында қалу. Елдегі әр жаңа тұрғын қоғамның дамуына арқау болды. Жердің бір қиырына басын бәйгеге тігіп, осы жерге өз еркімен келетіндер әрине тегін адам емес. Елде өз еркінен тыс азаппен жұмыс жасап, қиындыққа төзгенде де демек тегін емес. Бұл сол кездегі қоғамның ортақ картинасы. Себебі қазір Австралияға ешқандай сотталғандарды жібермейді. Керісінше ол жерге өте бай, білімді болмаса сол білімді алатындар барады. Естеріңізде болса, басында мен сіздерге Австралия білім саласын өте қомақты қаржыға сатуды үйренді деп едім. Тіпті оның экономикадағы үлес салмағы аса танымал австралиялық мәрмәрет пен ауыл шаруашылық өнімдерінен де басым. Бұл жерге студенттердің ағылуының себебі Еуропа мен Америка құрама штаттарына қарағанда 30-40%-ға арзан. Осы жерде оқып бітіргендер әдеттегідей осы жерде қалады. Неге қалмасқа? Климат қолайлы, әдемі қалалар, дамып келе жатқан экономика. Австралиялықтар айтатындай, картаны төңкерсең, біз әлемнің ортасымыз. Австралия тарихынан біз қандай сабақ ала аламыз? Табиғи ресурстар таусылады, бірақ интеллектуалды ресурстар қалпына келеді. Коронавирусқа дейін елде 875 мың шетел студенттері оқиды. Халықтың саны 25 миллион екенін ескерсек, бұл Австралия аумағындағы әр 28-ші тұрғын шетелдік студент. Бірақ австралиялық экономикалық ғажайып болмаса еді, егер елде табиғи ресурстар болмаса, бұл жетістікке жеткізген үшінші қадам. 90 жылдардың басында Австралия қарқынды түрде дамып келе жатқан Жапонияны шикізатпен қамтамасыз етті. Кейін оның орнын Қытай басты. 2000-ші жылдары Қытай әлемдегі барлық затты шығаратын арзан фабрика рөлін атқарды. Әрине ол үшін өте көп табиғи ресурстар қажет болды. Австралия Қытайда шикізатпен толық қамтамасыз етті. Жасыл континенттен аспан асты еліне тоқтаусыз түрде газ, көмір, темір аттанды. Бұлардың бағасы әрдайым қымбаттап отыр. Және ешқандай шикізаттық қарғыс болып жатқан жоқ. Себебі қытайлықтар елдегі карьер мен шахталардан шығатын кендерді сатып алумен қоса, елдегі жылжымайтын мүлікке ақша салып, арзан бірақ сапалы оқу орындарында білім алды. Қытайлықтар мен үндістандықтар елдегі шетел студенттерінің 50%-ын құрайды. Олар жыл сайын ел экономикасына $10 миллиард пайда келтіреді. Енді осы орайда сыртқы әлемге ашылудан қорқпай, барлығында бірдей жағдай жасап, табиғи ресурстардан түскен ақшаны қалтаға баспай, өз халқыңа жұмсау, барлығымыз айтатындай экономикалық ғажайыпқа алып келеді.